Қайырлы күн достар. Бүгін біз педагогтарға арналған әдіс-тәсілдер, онлайн әдіс-тәсілдер жайында айтатын боламыз. Сіздерге онлайн әдіс-тәсілдерді қалай жасау қажет, қандай тиімді жағы бар, сол жайында сөз қозғайтын боламыз. Арнадан ауыспаңыздар. Енді жаңа айтылғандай, бізге керек Lumio платформасы біз Safari арқылы іздейтін боламыз, немесе Chrome браузер арқылы іздесеңіздер болады. Lumio платформасына кіреміз. Lumio платформасына кіруде бізге керегі Google аккаунт, тіркелу тегін. Бұл жерде ағылшын тілінде берілгендіктен сіздерге орыс тіліне аудару қажет. Және де тіркелеміз. Менде алдын ала тіркелгендіктен мен бірден кіре қойдым. Енді Google аккаунтымыз арқылы кіреміз. Менде біршама ойындар, әдіс-тәсілдер жасалғандықтан мен сіздерге енді басқа да әдіс-тәсілдермен таныстыратын боламын. Ол үшін библиотека Lumio дегенге кіреміз. Бұл жерде біршама қосымшалар, әр пәнге байланысты тапсырмалар берілген. Оны байқай аласыздар. Міне бұл жерде математикаға байланысты, тарихқа байланысты, химия, физика барлық пәннен қамтылған. Бұның ең артықшылығы, яғни басқа да ойын түрінде немесе тапсырма түрінде және де презентацияда жасай аласыздар. Яғни қазір біз сіздерге көрсететін боламыз. Мұнда барлық сыныпқа арналған деңгейлік тапсырмалар да бар арасында. Белгілі бір пәнді таңдай аласыздар. Орыс тілінен, география, информатика, тарих пәндерінен. Библиотека дегеніміз басқа да әріптестеріңіздің тапсырмаларын өзіңізге енгізе отырып, ортақ жаңа тапсырмаларды құрай аласыз. Енді мен өзімнің жасаған тапсырмамды көрсететін болсам, бұл берілген карточкада сұрақтар беріледі. Бұл да викториналық сұрақ, яғни шоу түрінде өткізсеңіз болады. Балалар енді мультипликацияға өте қызыққандықтан осындай түрде берген өте тиімдірек болып табылады. Міне осындай сұрақтар бере аласыздар. Енді сіз бұл тапсырманы экспорт PDF түрінде сақтап алсаңыздар да болады. Енді келесі кезекте қалай біз тапсырманы құраймыз деген сұраққа жауап беретін боламын. Яғни міне ойындар берілген, біршама ойындар, онлайн тапсырмалар, игровые заданияға кіріп, өзіңіздің керекті онлайн тапсырмаңызды құрай аласыздар. Қазір біз белгілі бір ойын түрін таңдап алатын болсақ, мысалы гонки ойынын таңдасақ, біз қалай құраймыз тапсырманы. Яғни бұл жерде сұрақ түрінде берілгендіктен многовариантный выбор дегенді енгізесіздерде белгілі сұрақтар немесе картинкаларды енгізсеңіздер болады. Сол арқылы жаңағы жауапты енгізу арқылы птичка қойып дұрыс жауабын белгілейсіздер. Енді бұл Lumio'ның ең артықшылығы осыда, яғни көптеген пәндерді қамту арқылы біз онлайн әдіс-тәсілдерімізді құрай аламыз.
Видео сіздерге тиімді болған болатын болса және пайдалы ақпаратпен бөліскеніме өте қуаныштымын. Арнаға тіркеліп, лайк басып, комментарий сіздерден күтемін. Келесі кездескенше сау болыңыздар.